Assalamu alaikum. Күннің ахметлі уақия һәм жаңалықтары менен эфирде хабар информациялық бағдарламасы. Өзбекстан Республикасы халықаралық ЮНЕСКО шөлкемі менен мәдениет, туризм, білімлендіру сияқты бірнеше бағдарларда өз ара бірге іслесіп келеді. Шөлкемнің Өзбекстандағы тұрақлы уәкілі Қарақалпақстанда. Меймандаслеп Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінде республика басшысының қабылдауында болды һәм туризм тарауын тұрақлы рауажландыру мәселелерінде сөйлесті. Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің басшылығы Мұрат Камалов ЮНЕСКОның Өзбекстандағы уәкілі Александрус Макаригагисті жылы жүзбенен қабыл етті. Ұшырасуда республикамыз басшысы дәсілеп мейманды өлкеміздің тарихы, социалдық, экономикалық һәм мәдени рауажлануы хақындағы мағлұматлар менен таныстырды. Рәсми сәубет ЮНЕСКО менен Қарақалпақстан арасындағы экономика һәм социалдық тараулардағы біргеслесулер, бұл бойынша жұмысларды еледе бекемлеу бағдарындағы тәреплердің пікір һәм ұсыныстары, келешектегі режелерді өз ішіне алды. Бүгінгі күнде президентіміздің басламасы текарында ЮНЕСКО менен өзара байланысылар күшейіп бармақта. Атап айтқанда туризм, білімлендіру, экология тарауларында біргеслесу, сондай-ақ мелиорация тарауында тәжірибелі конегелерді даярлау бойынша алып барылатұғын жұмыслар ұшырасу қатынасушыларының текарғы дыққат орайында болды. Жақында ғана ЮНЕСКОның тізіміне кірген төменгі Амудария биосфера резерватында туризмді рауажландыру арқылы жергілікті халықтың бәнтілігін тәминлеу, геопаркыларды шөлкемлестіру, материалдық һәм мәдени мирасларды қорғау бойынша да ұсыныстар білдірілді. UNESCO and the government of Karakalpakstan have been cooperating for decades. ЮНЕСКО Қарақалпақстан менен бірнеше жылдардан берлі көп қана жойбарлар үстінде бірге істесіп келеді, һәм ол өзінің ұнамды нәтижесін беріп келмекте. Бүгінде біз республикаңызда туризм, білімлендіру бойынша әмелге асырылатұғын жойбарлар хақында келісіп алдық. Біз білеміз, Қарақалпақстанда ескі археологиялық естеліктер жүдә көп. Осы орларда туризмді рауажландыру арқылы жергілікті халықтың бәнтілігін тәминлеу бойынша бір қатар жойбарларды реже қылғанбыз. Сондай-ақ Бируни, Кегейлі районларындағы су тарауына қанегелерді таярлайтұғын колледждерді қайта реконструкциялау, оқу құралдарымен тәминлеу, лабораторияларды шөкілместіру. Бұл орынға шет елді қанегелерді тарту арқылы жетік кадрларды таярлауды, һәм олардың бәнтілігін тәминлеуді де мақсат еткенбіз. Ұшырасуда алдағы уақытлары әмелге асырылатұғын жойбарлар, бағдарлар бойынша пікір алмасылып, анық режелер белгіленді. Мейманның республикамызға қызмет сапары дауам етеді. Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етілгенлігінің 29 жылығы байрамы қарсаңында Нөкс қаласында жаңадан бой тікілеген көп қабатлы тұрақ жайлар, ішкі істер ұйымлары һәмде Милли гвардия қызметкерлеріне тапсырылды. Сөз хабаршымызға. 2019 жыл 28 ноябрьде қабыл етілген ипотека кредиті механизмлерін жетілістіруге байланысты қосымша ләжлар хақындағы президент парманы негізінде Қарақалпақстан Республикасында бірқатар орындарда жаңа үлгі жойбарда арзанластырылған тұрақ жайлар һәм инженерлік коммуникация тармақларының құрылысы жүргізіліп жатыр. Пайтақтымыздың бақшылық мәкан бұқаралар жиыны аймағында да осындай үйлер бой тікіледі. Көп қабатлы тұрақ жай квартираларын өз үйлеріне тапсыру салтанатына Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесі басшылығының орынбасары Атабек Давлетов, Қарақалпақстан Республикасы бойынша Милли гвардия басқармасы, ішкі істер министрлігі басшылары менен кең жәмиетшілік уәкілдері қатынасып, өз үйлеріне ие болып отырғанларды құттықтады. Атап өтілгеніндей, мемлекетімізде соңғы жылдарда мемлекет қызметіндегілер, әсіресе елімізде жәмиетлік тәртіпті сақлау һәмде тынышлық, тұрақтылықты бекемлеу жолында қызмет етіп отырған тарау пидайларының мейнетлеріне жараса хақы төлеу, зәру шараятларды жаратып беру, оларды тұрақ жайларменен тәминлеу мәселесіне де үлкен дыққат қаратылып жатыр. Жаңадан құрылған 5 қабатлы 30 квартиралы тұрақ жайдың символдық кілті өз иелеріне салтанатлы түрде тапсырылар екен. Бұл жерде ішкі істер ұйымларының 15 қызметшісі, Милли гвардия қатарындағы 15 әскери қызметкерге 2 һәмде 3 қаналы тұрақ жайлар ұзақ мүддетлі ипотека кредиті негізінде және жеңілдік пенен берілді. Келген меймандар тұрақ жайларда жаратылған шараятлар менен де танысып шықты. Men ichki ishlar organlari tizimida 10 yildan beri o'z xizmat faoliyatimni olib kelmoqdaman. Mana 2 yildan beri Nukus shahriga xizmat faoliyatimni davom ettirib,
shu ijarada turganligim sababli birmuncha xizmatga kelib ketishda bir muammolar tug'dirayotgandi. Mana prezidentimiz, hukumatimiz hamda ichki ishlar organlarining rahbariyatining bizlarga yaratib berayotgan shart-sharoitlar natijasida mana bugun bizlarga imtiyozli kredit asosida yangi turar joylar topshirilyapti. Bu kabi yaratib berayotgan shart-sharoitlarga o'z minnatdorchiligimizni, o'z rahmatimizni aytib, kelgusida xizmat faoliyatimizni yanada yaxshiroq olib borishga, xalqimizga sidqi dildan, sadoqat bilan xizmat qilishga va'da beraman. Niyatimizga yetdik, 2 xonali joy bilan davlat tomonidan ta'minlandi. Biz bundan keyin Xudo xohlasa sidqi dildan xizmatni davom ettiramiz. Oilada 3 ta farzandim bor. Ular bekor sharoitlarda hamma sharoitlar yetarli. Yonimizda bog'chalar, maktablar hammasi yaqin ekan. Сапарнияз Мәмбеткаримов та 20 жылға жақын уақыттан берлі құқық қорғау ұйымдарында қызмет етіп келмекте. Қазір Қарақалпақстан Республикасы бойынша Милли гвардия басқармасында өз іскерлігін алып бармақта. Конституциямыздың 29 жылдық байрамы оның шаңырағына да қос қуаныш болып келді. Дәулеттің қонағы қос келер деп, бүгін байрам қарсы алдында 8 декабрь Конституциямыздың қабыл қылынған күнінде біздердің шаңырағымызға үлкен қуаныш келіп жатырды. 3 перзентім бар, соларды есепке алған халда осындай тұрақ жайлымен 3 қаналы тұрақ жаймен біздер тәмінлеп жатырды. Бізде қуанышлымыз, сол өмірлік жолдасымның минниеттерін бақалап, сол үкіметімізге өз миннеттаршылығымызды білдіреміз. Міне бүгін президентіміз бастамасыменен 5 жыл ішінде бір қанша өзгерістер болды. Сол қатарда міне ішкі істер органында да бір қатар өзгерістер жүз беріп жатыр. Қазір қызмет еткенмен 8 жыл уақыт болған болса, соның 4 жылын квартирада жүрген болсам, азғантай миннетімізді бақылап, біздерді жаймен тәмінлеп жатыр. Бұл байрам қабатында сөз семьямызға қуаныш қоса қуаныш болып жатыр. Көптен көп миннет рахметлер айтып қаламын. Жаңа үй-жайларға ие болған 30 бақтияр шаңырақ. Барлығының да қожалық басшысы ел тынышлығы, қауіпсіздік жолында өзін халық қызметіне бағышлаған азаматлар. Енді өмірлік жолдасы перзентлеріне осындай ықшам шараятлар жаратып берілер екен. Жақынларынан кеулі тоқ мемлекет қызметшісінің өз вазипасына ықыласы, пидайлығы артуы да табиғи. Ең тек арғысы бұндай әмелі істер еле давам етеді. Президентimiz 8 декабр Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етілген сәне мөнәсәбетіменен халқымызға жоллаған құтлықтауында айни Конституциямызға сүйенген халда біз бұндан 5 жыл алдын мәмлекетімізде әрекетлер стратегиясын қабыл еттік һәм жаңа Өзбекстанды жарату бойынша кең көлемлі реформаларды басладық. Өткен қысқа дәуірде жәмиетіміздің сияси, құқи, социалық, экономикалық, мәдени ағартушылық істері бүткілі өзгерді деп атап өтті. Хақиқатында да Конституциямызда мөрлеп қойылған құқи демократиялық мемлекет һәм еркін бұқаралық жәмиет құру идеясына садық қалған халда елімізде кең көлемлі істер әмелге асырылды һәм нәтижеде үлкен білім һәм бай тәжірибе топланды. Бұл бағдарда ісленіп атырған жұмыслар һәмде мәмлекетіміз басшысының байрам құтлықлауы халқымызды және де жаңа тапсыларға рухландырмақта. Тәбрикні оқып, мен juda hayajonlandim. Gapni ochig'i, bundan 29 yil oldingi voqealar esimga tushdi. Bundan 29 yil oldin, aniqrog'i 1992-yil 8 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan edi. Aynan o'sha bir quvonchli voqeani men Turkiyadan turib kuzatgan edim. O'sha paytda davlat hisobidan biz o'qishga Turkiyaga yuborilgandik. Bu voqea kechqurungi vaqtlarda bizning yotoqxonamizga yetib keldi va bu quvonchli voqeani eshitgan talabalar to'laligicha hammasi yotoqxona oldidagi maydonga chiqib ketdi. Va barchamiz baralla O'zbekiston, O'zbekiston deb baqirgandik. Bizni olqishlarimizni, hayqiriqlarimizni eshitgan Qozog'istondan, Turkmanistondan, Qirg'izistondan borgan talabalar ham bizning bir rejalashtirilmagan festivalimizga kelib qo'shilishdi va turkiyalik yoshlar ham bizni olqishlashdi. Mana shunday bir shodiyona bayram boshlanib ketgandiki, bu hech qanday rejalashtirilmagan, ko'ngildan chiqqan bayram edi. Mana shu voqealarni eslar ekanman, prezidentimiz nutqini eshitib yana bir bor hayajonlandim. Xuddi o'sha davr esimga tushdi. Va prezident nutqida ko'p narsalar ta'kidlangan. Mana bugungi jamiyatimizda katta o'zgarishlar bo'lyapti. 2016-yildan boshlab mana harakatlar strategiyasi qabul qilingandan keyin jamiyatda butun bir tizimda o'zgarishlar bo'lyapti.
jamiyatning, davlatning e'tibori inson qadriga qaratilyapti. Oldin davlat birinchi o'rinda bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunda inson qadri birinchi o'ringa chiqyapti. Demak, jamiyatning yo'nalishi o'zgarayotgan ekan, bu borada qonunlarga ham qandaydir o'zgartirishlar kiritilishi kerak deb o'ylayman. Qonunlarimiz bugungi jamiyatimizning talablariga javob berishini yana bir bor qayta ko'rib chiqish davr talabidir. Shu nuqtai nazardan men o'ylaymanki, prezidentimizning tabrikidan, murojaatidan kelib chiqqan holda bu borada soha mutaxassislari tegishli tadbirlarni amalga oshirishadi va bugungi jamiyatimizni yo'nalishiga, rivojlanishiga mos tarzda konstitutsiyamizda ham tegishli o'zgartirishlar kiritadi. Bu albatta quvonarli. Prezidentimiz aytgandek, keyingi yil mana shu konstitutsiya bayrami arafasida konstitutsiyamiz yangi tahriri qabul qilinishi kutilyapti. Bu bizni albatta quvontiradi. Chunki konstitutsiyamiz ba'zi bir davr talabiga javob bermagan joylarga o'zgartirish kiritishi va xalqimizning manfaatlariga, jamiyatimizning manfaatlariga yanada moslashtirishi bu hammamiz uchun, butun xalqimiz uchun quvonarli hodisadir. Elimizde sol reformaların neticesinde APETO institutu жария kılındı. Bugün prezidentimiz özünün құттықтау sözünde de 182 şahısқа өзінің imza çekkerliğine qol qoyulğanын, яғни сол bilip bilmey jinayatlарға жол қойып, яғни өзінің қылмысына пішаймын болған fuqaralarda 182 fuqaralarda өз шаңырағына қайтқанлығын, яғни азат етілгендігі айрықша атап өтілді. Әлбетте бұл мемлекетіміздің сол тек қана рауажланған демократиялық мемлекет емес, халықпарвар дәулет мемлекет сипатында жүзеге келуін әлбетте көрсетеді. Сонымен қатар мінекей мемлекетімізде кейінгі 5 жылдықта, яғни мінекей соңғы жылларда әмелге асырылатын барлық тараулар бойынша әлбетте бір конституциямызға, мәселен, бүгінгі рауажлану стратегиясына мас келетұғын, яғни бүгінгі тұрмыслық уақиялыққа ұйғыласып келетұғын, яғни халықтың өтініш тілектерінен есапқа алған алда бүгінгі, мәселен, реформалардың барысына терең жауап беретұғын конституциялық мақаң жаратуға, яғни конституциялық һәм низамлы тикарларын жаратып беру бүгінгі күннің үлкен вазифасы деп көрсетті. Мемлекет, жәмиет, инсан, яғни шахс деген принциптің түпкілікті өзгертілуі, яғни бүгінгі тұрмыслық, бүгінгі заманымыздың адалет-барбар, халықпары мемлекеттің есебінде идеясының сол ұйғын келуі мәселесінде бірінші инсан, жәмиет һәм мемлекет деп ғаясын ілгері сүргенлігі, бұл әлбетте бұл низамшылығымызға, конституциялық низамшылығымызға һәм әмелиятымызға, құқи әмелиятларға енгізу мәселесі ала қойылып жатырды. Сонымен қатар міне жастардың бүгінгі күнде сол еліміздің бұнияткары, яғни ертеңгі дөретушілері болған жастарымызды әлбетте қолдап қуатлап, президентіміздің мемлекеттік саясат дәрежесіне көтерілгенлігі, бірақ конституциямызға тикар низамда олардың хақиқи ұл-қыздарымыздың құқық һәм еркіндіктері кепілленгенлігі елде анықлық жоқ деп жатырды президентіміз. Бұларға айрықша ытыбар беріп, бұғалам конституция дәрежеде, низамлы дәрежеде жолға қоюымыз керек деді. Әлбетте бұл конституцияға өзгерістер, бұл мәселен өзгерістер жәмиеттегі, мемлекеттегі конституция жазылған. Мемлекеттен жәмиеттің ең анағұрлым деп көрсетеді. Ең ахмиетлі мәселелері болған уақытта конституциялық низамлар тикарында қабыл етіледі конституция. Бұл себебі бұндай өзгеріс, бұл жүдә бір ерде тереңірек істеуге бізді шақырады президентіміз. 1992 жыл 8 декабрь күні мазмұны һәм ахметін еш нәрсеменен өлшеп болмайтығын тарихи хүжет Конституциямыздың қабыл етілуіменен жаңа мемлекет һәм жәмиет құру жолы һәм имканиятлары ашылды. Сол күннен баслап елімізде еркін базар қатынастықларына тикарланған құқи демократиялық мемлекет һәм бұқаралық жәмиетін құруда, халқымыздың тұрмысын абат етуде һәм халықаралық майданда өзімізге лайықлы орын иелеуде Конституциямыз бек кем тикар болып келмекте. Биыл бас низамымыздың қабыл етілгенлігіне 29 жыл толуы мөнәсәбетіменен республикамыздың барлық орынларында байрам ләжлары болып өтпекте. Демократиялық принциплерге тикарланған еркін бұқаралық жәмиетін пайда етудің ахметлі шартлерінің бірі бұл инсан құқы еркінліктерінің әмелде тәминленуі болып табылады. Мемлекетімізде қабыл етіліп отырған һәр қандай низам һәм низам асты жүжетлер инсанилық идеясы сіңдірілген Конституциямыз негізінде қабыл етілетұғылығын атап өту орынлы. Қаныкөл районы район кең жәмиетшілігі милли конституциямыз қабыл етілгенлігінің 29 жылығы байрамын минетте мол табысылар үлкен жетіскенліктерменен күтіп алмақта. Район орайындағы мәдениет орайында Өзбекстан Республикасы
Республикасы Конституциясы қабыл етілгендігінің 29 жылдығы мünәсәбетіменен болып өткен салтанатлы байрам кешесінде районның тикарғы низам тикарында ерсілген жетіскенліктері кеңінен сөз болды. Салтанатлы байрам кешесіне райондағы барлық мәкеме, кархана, шөлкемлер һәм құқық қорғау ұйымлары басшылары қатынасты. Жиналғандарда район хәкімі һәм басқалар байрамменен құтылықлап район көлемінде ісленген жұмысларға тоқталды. Тикарғы низамымыз болған милли конституциямыздың тикарғы бағдары инсан һәм оның өмірін бейбақа қадірет дәрежесіне көтеру болып саналады. Өзбекстан Республикасы Конституциясы бұл халықшыл конституция деп айтсақ қате болмайды. Себебі Өзбекстан Республикасының Конституциясында іслеп шығу процесінде бұл инсан құқылары бүткіл жаһан декларациясының барлық нормалары, сондай-ақ менталитетіміздің ерік ықрары толық сөйленгенлігін бұнда көруіміз мүмкін. Яғни бүгінгі күнде халқымыздың ерік ықрарынан келіп шыққан халда олардың мүтәжіліктерін қанағаттандыру бойынша барлық нормалар осы тикарғы низамымызда белгілеп өтілген. Атап айтқанда Конституциямыздың 37-ші статьясына қарайтын болсақ, мемлекетте бұқаралар кәсіп таңлауы, әділ минет шариғатларында минет істеуі, сондай-ақ бұл арқылы жұмыссыздықтан қорғану құқығы бекемделіп өтілген. Бұл бойынша тиісті тәртіпте халықты жұмыспен тәмінлеу бойынша көптеген реформалар әмелге асырылмақта. Ұлмаластырып айтқанда, бүгінгі күндегі жәмиетіміздегі барлық жетіскерліктердің тикарында тұрған бұл Өзбекстан Республикасы тикарғы низамы болған конституция болып есептелінеді. Hürmetli Prezidentimiz өткен қысқа дәуірде жәмиетіміздің саяси, құқи һәм социалдық экономикалық келбеті, адамларымыздың дүния танымы бүткілдей өзгергені, әрбір ватанласымыз еліміздің рауажлануына мүнәсіп үлес қосып атырғаны, бас низамымыздың құдіреті һәм үлкен потенциалынан дерек береді дегенлеріндей, район тұрмысында үлкен рауажланулар көзге тасланады. 2021 жыл Қаныкөл районы тұрмысында да үлкен бұрылыстар, рауажланулар жылы болғанлығы һәммемізге аян. Жыл дауамында халықты социалдық жақтан қорғау, бәнтілігін асыру, жастар саясаты, аял қызларды қолдап қуатлау, экономика тармақтарындағы рауажланулар, халықтың тұрмыстан разы болып жасау көнікпелерінің пайда болғанлықтары менен көзге тасланады. Байрам кешесінде районлық мәдениет бөлімі жәмәті һәм 19-шы санлы балалар музыка һәм көркем өнер мектебі тәрбиеленушілері тарапынан таярланған байрам концерті жиналғандар назарына ұсынылды. Тикарғы низамымыздың кіріс сөзінде демократиялық құқи мемлекет құру мақсат етіп алынғаны, мазмұнында инсан, оның өмірі, еркілігі, ар-намысы, қадір-қымбаты һәм басқа да құқыларына ең ұлы қадіретлер сипатында көрсетіліп, теңлік, әділдік сияқты ұлы инсанилік қадіретлер бекемленіп қойылған. Қоңырат районында болып өткен байрам салтанатында шығып сөйлеушілер Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етілген сәнеменен құтылады. Атап өтілгендей, бас низамымыз мемлекетіміздің жүзі сипатында оның өз алдына қойған мақсат һәм вазипаларын, инсан құқылары һәм еркіліктерін, міндеттерін өзінде жәмлеген. Районда милләт уәкілдерінің тыныш тату жасап, білімлендіру мекемелерінде жас әулеттің түрлі тілдерде білім алып отырғанлығы бас низамымыздың тұрмысымыз абадалығының тикарғы екенлігін дәлелі. Халқымыз үшін тыныш һәм абадан тұрмысты тәмінлеуде Өзбекстан Республикасының халықаралық майдандағы абыройын мұнасып орын иелеуінде бекем тикар болып қызмет етпекте. Сол мünәсәбетменен мен бүгін Қоңырат районы ішкі істер бөлімі жамағаты атынан бүкіл халқымызды Конституциямыздың 29 жылдық байрамымен шын көңілден құттықтап, кем денсаулық тілеймін. Сақып-қыран Амир Тимур мемлекет низамлар тикарында құрылмас екен, ондай салтанаттың саулаты, құдіреті һәм құрамы жойтылады деген еді. Хақиқатында да рауажланулардың жаңа басқышына қадем қойған мемлекетімізде Конституция барлық тараулардағы реформаларды әмелге асыруда, еліміздің бүгінгі жоғары рауажлануын дәмелеуде ахметлі құжетке айланды. Байрам әләжі қатынасушыларының нәзеріне районлық мәдениет бөлімі қызметкерлерінің һәм жас талантлардың концерт бағдарламасы ұсынылды. Президентіміз Өзбекстан Республикасы Конституциясының қабыл етілгендігінің 29 жылдығы мünәсәбетіменен халқымызға жолдаған байрам құттықтауында халық мемлекет хакимиятының бірден-бір сүйеніші деген конституциялық талаптардан келіп шығып, мемлекеттік ұйым басшылары құралар алдында есебат беретұғын нәтижелі система жолға қойылғалығы хақындағы білдірген пікірлердің әмели тасиғы құраларды социалдық қолдау-қуатлау бағдарында әмелге асырылып отырған жұмыстарда өз көрінісін тауып жатыр. Милли конституциямыз халық мәпі үшін қызмет ететұғын тыныш тату һәм парауан тұрмысымыздың гіреуі сипатында еліміздің әрбір бұқарасының тұрмысында айрықша орынға ие. Конституциямыздың 29 жылдығы мünәсәбетіменен Қожелі районында өткізілген салтанатты мәжіліс davomida өткен дәуір аралығында елімізде құралардың құқық һәм еркіліктерін, заң үстемдігін тәмінлеу бағдарында алып барылып отырған жұмыстар, социалдық экономикалық тарауларда жүз беріп отырған өзгерістер хақында
сөз етілді. Конституция бұл низамларға тикар болушы, мемлекеттің құқи дәрежесін белгілеп беруші хүзжет. Салтанатты мәжіліс давамында милли конституциям тикарында бүгінгі күнде халқымыздың тұрмысындағы ұнамды жетістіктердер тілге алынды. Конституциямызда тикардан сол бұқаралардың экономикалық құқылары, саяси құқылары, социалдық құқылары, шаңырақлық құқылары, бір қанша құқылары бекемленіп берілген. Соның ішінде атап айтатын болсақ, мәселен Конституциямызда бұқаралардың еркін кәсіп таңдау құқылары, еркін адалатлы минет шарайтларында жұмыс істеу, низамда белгіленген тәртіпте минет демалыстарынан пайдалану құқылары, лазым дәрежеде мемлекет тарапынан егер жәрдемге мұқтаж болып қалған жағдайда социалдық тәминат алу құқыларына екенлігі Конституциямызда бекемленіп белгілеп берілген. Сәне мөнәсәбәтіменен Өзбекстан Милли гвардиясы Қарақалпақстан Республикасы бойынша басқармасы тарапынан район хакіміне рухилық ағласы көкірек белгісі тапсырылды. Әмде шаңырақлық балалар үйін ашып, мехрын нұрын таратқан шаңырақ иелері миннеттаршылық қатымен қошаметленді. Район хакімлігіде елімізде низамшылықты еледе бекемлеуде белсенділікпен жұмсалып барып отырған бір топар қызметкерлерге миннеттаршылық қатын тапсырды. Салтанатлы байрам районлық мәдениет тарау қызметкерлері тарапынан таярланған концерт бағдарламасымен давам етті. Елікқала районында Өзбекстан Республикасы Конституциясының 29 жылығына бағышланған байрам салтанаты кең түрде белгіленді. Бүгінгі күнде милли конституциямызды тереңірек үйрену, жастарға бас низамымызды түсіндіру ахметлі уазипалардан саналады. Әлбетте, елімізде өткен жылдар аралығында ерсілген жетістіктер һәм қолға кіргізілген табыстарда райондағы рауажланулар мысалында көруімізге болады. Елімізде алып барылып отырған басқышпа-басқыш реформалар ең алдыменен инсан мапы оның құқық һәм еркіліктерін қорғау қаратылғалығы менен де ахметлі. Байрам үләжінде сөзге шыққалар әрқандай мемлекеттің демократиялық өзгешеліктерін көрсете тұғын шартларының бірі инсан құқына һәм еркіліктеріне болған қатынасқыларында өз сәуленуін табады. Бұнда әрбір бұқара Конституцияда келтірілген статьяларға тикарланатығылығын айтып өтті. Конституциямызда белгілеп берілген құқық һәм еркіліктеріміздің әмелдегі көрінісі сипатында айтуымыз мүмкін болған жаңа өзгерістерді бүгінгі күнде тұрмысымыздың барлық тарауларында көруіміз мүмкін. Әр жылы Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етілген сәне Мойнақ районында да кең түрде белгіленер екен. Бұл құқи хүйжеттің жастардың құқи мәдениетін тикар екелігі тілге алынып, оны жоғары шөлкемнескерлікпенен күтіп алуға болған ұмтылыс артады. Әлбетте бұл өз-өзінен емес, оның негізінде бүгінгі тыныш һәм тату тұрмысымыздың құқи кепілі болып кетірген бас низамымыз Конституциямызға болған хүрмет һәм оның ахметін еледе бекемлеуде игіліклі мақсат шамленген. Конституциямыздың 29 жылдық санасы мөнәсәбәтіменен өткізілген тикарғы байрам салтанатына кең жәмешілік уәкілдері қатынасты. Дәуірдің талабына сай Конституциямызға кіргізіліп отырған қосымша һәм өзгерістерді һәм олардың ахметін кең халық қатламына жеткеру, жастардың Конституция хақындағы білімдерін арттыру, құқи санасы һәм мәдениетін рауажландыруға үлкен этибар қаратылуды тосыннан емес, себебі келешек әулет бүгінгі ұлы басламалардың ертеңгі давамшылары деп атап өтті сөзге шыққалар. Конституция бұл тикарғы низамымыз болып, Конституция менен көп халықтың инсан құқылары, еркінліктері белгіленген болып қоймастан, оның инсан құқылары қорғауды белгілейді. Өзбекстан Республикасы президентінің Қарақалпақстан Республикасына сапары давамында Мойнақ районында мәдениетті, көркем өнерді рауажландыру, сонымен бірқатарда ауыл қожалығы, агротехникаларды рауажландыру бойынша айтып өткеніне келіп шығып, Мойнақ районында көптеген рауажландыру жұмыслары, социал-экономикалық рауажландыру жұмыслары әмелге асырылмақта. Конституция жәмиет түзілісі һәм басқару формасы, ғаресізлік, адамгершілік, инсанилік принциплеріне муапық теңлікті өзінде сәулелендіреді. Онда көрсетілген талап һәм мәжбүриетлердің жәмиетте ұлымы инсанилік фазилет сипатында ен жаюы өз кезегінде Конституциямыздың халықаралық тәжірибеге сүйенген халда миллилігімізге сай істеп шығылғалығының тұрмыслық дәлелі болуменен бірге хүрмет этибарға лайық болып кетірғалығы мақтанышпенен тілге алынды. Байрам салтанаты концерт бағдарламасымен давам етті. Қаресізлік жыларында ерсілген барлық жетіскеліктеріміздің бекем құқи негізі Конституциямыз екелігін жақсы аңлаймыз һәм қадірлейміз. Біз бүгін не нәрсеге ерскен болсақ, қандай рауажланулардың куәсі болған болсақ, барлығы Конституциямыз тикарында жүзеге аспақта. Бақыт низамымыз, мемлекетіміз Конституциясының 29 жылдығын төрткүллілер де салтанатлы түрде белгіледі. Конституцияда тикарға этибар инсан һәм оның құқылары және еркіліктері, яғни Өзбекстан Республикасының әрбір бұқарасына жеке
жеке саяси һәм социал-экономикалық құқық және еркіліктерінің кепілдіктері тәмінленген. Өткерілген байрам ләжінде сөзге шыққандар жиналғаларды бұл ұлы сәні менен құттықтады. Өткен дәуір аралығында районда көз қуанатығын жетіскеліктер менен жаңаланулардың барлығы ұсы басын замымыз тикарында әмелге асырылып атырғалығын айрықша мақтан жетті. Соны айрықша атап өту керек, тикарғы низамымызда келешек әулетлердің білім алуы, белгілі кәсіп маманы болуы, оз қуылы, терең пікірлейтіғын жетік инсан болып камалға келу үшін зәрур болған принциплер һәм қағидалар белгілеп берілген. Міне сол имканиятлардан район жастарды пайдаланып, жақсы ниетлер жетегінде қадам атпақта. Районда іспілермелікті һәм өнерменшілікті рауажландыру бағдарында әмелге асырылып атырған іслер халықтың социал-экономикалық тұрмысында жаңа өзгерістерді пайда етіп атыр. Конституциямызда инсанлардың құқық һәм еркіліктерін қорғауда басты низам вазифасын атқарып келгенлігін сөзсіз мақтанышпен тілге алсақ болады. Өзбекстан Республикасында 130-дан астам миллет уәкілдері бүгінгі күнде жасамақта. Міне бұл барлық миллет уәкілдері бір шаңырақ ағзасындай менет етіп атыр. Пұрсаттан пайдаланған халда бүткіл халқымызды Өзбекстан Республикасы Конституция күнінің 29 жылдық байрамы мөнәсәбәтіменен байрам менен құттықтаймыз. Район халық талантларының атқаруындағы Йошлы концерт бағдарламасы байрамға және де үлкен зауқ бағышлады. Нүкс районында да байрам мөнәсәбәтіменен өткерілген салтанатта шығып сөйлеушілер жиналғанларды мемлекетіміз бойлап белгіленіп атырған байрам менен қызғын құттықтай отырып, Конституция негізінде алып барылып атырған кең көлемді әлажларға айрықша тоқтап өтті. Конституция тикарында район кесімінде де кең көлемді рауажланулар алып барылып атырғанлығы һәм бұл өз нәубетінде халықтың тұрмыс шариатын жақсылауға қаратылғанлығы менен ахметлі. Осы орында социалдық, экономикалық, саяси, мәдени, ағартушылық, құқықтық тарауларда да әмелге асырылып атырған жұмыстар тикарында ең дәслеп мемлекетіміз fuqarolarning huquq erkinliklarini ta'minlauga qaratilgan Konstitutsiyaning qoida ham talablari turganligi ayriqcha atab o'tib o'rinli. So'liqdan aydin kelishikka bekkim senim menen baratirgan xalqimiz vaqt o'tgan sayin Konstitutsiyaning hech bir narsa menen o'lchab baholab bo'lmaydigan tarixiy ahamiyatini tereң anglab жететігін атап өтті. Тикарғы низамымыз Конституцияның қабыл етілуі бұл 1990 жылдардан басланады. Һәм бұл процесс 2,5 жыл давам етеді. Ең соңғы жойбар 1992 жылы сессияда қабыл етіліп, 80-ге шамалас түзетулер менен қазіргі әмелдегі Конституциямыз қабыл етілді. Осы күннен баслап, har жылы 8 декабрь байрам сыпатында нышанланып келмекте. Бүллән халқымызды бұл байрам менен құттықтап қаламын. Байрам салтанаты районлық мәдениет тарау қызметкерлерінің концерт бағдарламасы менен давам етті. Har bir xalq өз келешегін һәм рауажлану жолын белгілегенінде, оны өзінің ең басты низамы, яғни Конституциясында бекемлеп алады. Өзбекстан Республикасының Конституциясы халқымыздың саяси құқықтық санасының жемісі. Ол еркін һәм азат, тыныш һәм абадан тұрмыс кешіруде, базар қатынастықларына тикарланған құқықтық демократиялық мемлекет, күчлі бұқаралық жамият құруда бекем таяныш болып келмекте. Бас низамымыздың қабыл етілген санасы мөнәсәбәтіменен Тахетасы районында да байрам ләжі өткерілді. Онда атап өтілгеніндей, Конституция халқымыз тарихында дәслепкі рет шақстың еркін жасау, мүлікке ие болу, білім алу, минет ету, сайлау һәм сайлану сияқлы құқыларын, сөз һәм сенім еркінліклерін жоғары қадірият дәрежесіне көтерді. Қаресізлігіміздің дәслепкі дәуірлерінде қабыл етілген Конституциямыз шақс, жамиет һәм мемлекет арасындағы қатынастықларда өзара құқық һәм міндеттер һәм де олардың кепілдіктерін анық белгілеп берді. Конституцияға тикар бүгінгі күнде баршамызды бұқаралардың осы конституциялық құқын тәмелеу бағдарында мектепке шекемге білімдендіруден бастап тәлімнің барлық бағдарларында түпкілікті өзгерістердің куәсі болмақтамыз. Атап айтқанда, жастарымызды жоғары оқу орындарында қамтып алу дәрежесіне асыру, жоғары оқу орынларын оқып атырған, іліми іздестіру жұмыстарымен шұғылданып атырған ынталы жастарды қолдап қуатлау, темір дәптерге кіргізілген шаңырақтардың мемлекеттік жоғары оқу орындарында оқып атырған перзентлеріне бірінші оқу жылы үшін контракт пұлдарын төлеп беріліп атырғанлығы бұған айқын мысал есептелінеді. 2021 жылда Yangi Өзбекстан университеті, Ташкент қаласында Италияның Пиза университеті, Герасимов атындағы бүткіл Россия мемлекеттік кинематография институты федерал мемлекеттік бюджеті жоғары оқу орны, Пирогов атындағы Россия Милли ізеттілеу медицина институты,
Санкт-Петербург мемлекеттік университеті, федерал мемлекеттік бюджеті жоғары оқу орны филиалдары шөкемдестірілді. Республикамыздың бәрі бұқараларын Өзбекстан Республикасы Конституциясынан қабыл етілгеніне 29 жылдық байрамын шын жүректен құттықтаймын. Ләж көркем өнер тарауы қызметкерлер тарапынан шөлкемлестірілген концерт бағдарламасы менен давам етті. Еркінлік һәм азатлық, қарайсызлық һәм абадан тұрмысты құрайтығын тикарғы низам Өзбекстан Республикасы қарайсызлығын бекемлеп, инсан хукуклары һәм еркінліклерін тәминлеуші күш Өзбекстан Республикасы Конституциясына биыл 29 жыл толды. Байрам санесі Бозатау районының кең жәмиетчілік уәкілдері тарапынан түрлі ләжлар тикарында белгіленді. Онда сөз алғандар Конституция мемлекеттің тикарғы низамы есептеліп, мемлекет дүзлісі, хакимиет һәм басқару органдары системасы, олардың уәкілдері һәм де қалыптастыру тәртібі, сайлау системасы, бұқаралардың құқық һәм еркінліктері, жәмиет һәм шәхстің өзара мөнәсәбәтләре, сондай-ақ суд системасы, жәмиеттің өзара мөнәсәбәтләрен белгілеп беретұғылығын атап өтті. Конституция бұл жоғары юридикалық күшке ие болған құжет, мемлекеттің тикарғы низамы болып есептелінеді. Өзбекстан Республикасында шығарып отырған барлық құқықтық құжеттер, норматив құжеттер, кодекс, қарар һәм формалар Конституцияға тикар рәвіште шығарылады. Өзбекстан Республикасы Конституциясы мемлекеттің тикарғы низамы өзгермес күшке ие болған құжет болып есептелінеді. Хақиқатында да жәмиетте құқи саны һәм құқи мәдениетті қалыптастырып бару үшін низам үстінлігін тәминлеу һәм низамшылықты бекемлеу оғада ахметлі саналады. Конституция әрбір бұқараның санасы һәм жүрегінен терең орын алған, олардың құқық һәм еркінліктерін толық тәминлейтұғын құқи тұрмыс низамына айлануы лазым. Президентіміз айтқан бұл пікірлер хақиқатында да тұрмыс низамына айланды десек қателеспейміз. Бұл бағдарда орынларда өткеріліп отырған байрам салтанатларынан хабаршыларымыз сөз етеді. Өзбекстан Республикасы Конституциясының қабыл етілген сәнесі Арқабатыс әскери округы Нөкс гарнизонында да салтанатты түрде белгіленді. Дәслеп Өзбекстан һәм Қарақалпақстан Республикасы гемеллері әскери оркестрдің атқаруында жаңлады. Бұл жаллы нама байрам мөнәсәбәтімен жиналғанлар кеулілерінде мақтаныш сезімдерін оятуы табиғи. Онда Конституциямыздың нәпесін сезінесең. Хақиқатында да бүгін тынышлығымыз, абадан тұрмысымыз, шекараларымыздың қол қатылмаслығы, дүния жүзлік байланыстар, бұлардың барлығы тикарғы низам менен белгіленген. Милли армия, халқымыздың беккем қорғаны, 29 жыл соның ішінде соңғы 5 жылықта бұл тарауда Конституциямыз тикарында үлкен өзгеріслер, жаңаланулар жүз берді. Яғни жаңа Өзбекстан басқышындағы нәтижелер, қолға кіргізілген табыслар, рауажданулар шығып сөйлеушілер тарапынан мақтаныш менен тілге алынды. Ең ітібарлысы тарау қызметкерлерінің халық игілігі, тынышлығы үшін ісленіп отырған меңнетлері, мәртліклері қошаметленіп келінбекте. Байрам мөнәсәбәтімен міне осындай қызмет вазипасында бәршеге өрнек болған әскери қызметкерлер, нұранилер Өзбекстан Республикасы қорғану министрлігі һәм әскери округ тарапынан көкірек белгілері, хүрмет жарлықтары һәм естелік сауғалары менен сыйлықланды. Сондай-ақ бір топар әскери қызметкерлерге әскери шеллер салтанатты түрде тапсырылды. Har bir ofitser uchun bu harbiy unvon olish katta baxt bo'lsa kerak deb hisoblayman. Mana men bugun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 29 yilligi munosabati bilan o'tkazilayotgan tadbirda navbatdagi kapitan harbiy unvonni oldim. Bundan juda ham xursandman. Bu harbiy unvonni bayram arafasida olganim men uchun juda ham bir katta baxt deb hisoblayman. Yangi yilga yangi harbiy unvonlar bilan kirib boraman. Xudo xohlasa menga berilgan harbiy unvonni oqlab O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Bu harbiy unvon biz uchun bir katta rag'bat deb bilaman. Республикамыздың мәдениет тарау қызметкерлері һәмде әскери округ оркестрі тарапынан шөлкеместірілген концерт бағдарламасы менен байрам және де пайызлы өтті. Осы жыл 8 декабрь күні Өзбекстан Республикасы Конституциясының қабыл етілгенлігіне 29 жыл толады. Осы мөнәсәбәтпенен Өзбекстан мемлекеттік дене тәрбиясы һәм спорт университеті Нөкс филиалында болып өткен учасуға құқық қорғау ұйымларының қызметкерлері, профессор, оқытушылар һәм студент жастар қатынасты. Онда сөзге шыққандар Конституциямыздың мазмұн мәнісі һәм оның ахметіне кеңінен тоқталды. Өзбекстан Республикасы Конституциясы 6 бөлім 26 бап 128 статьядан ібарат болып, оның әрбір статьясы елімізде жасап һәм меңнет етіп атырған
бұқаралардың қайсы милlet уәкілі болуына қарамастан, олардың құқықтарын қорғауда тұрмыс тарзының абадалығын һәм рауаждануын тәмінлеуде әділетлі низам болып табылады. Соның менен бірге ұшырасуда құқи демократиялық мемлекет һәм жаңа жәмиет құруда конституция ахметлі орын иелейтұғылығы, сондай-ақ мемлекеттің рауаждануын, тынычлығын, қауіпсіздігін тәмінлеудің кепілі һәм улума инсанилық қадыриятларды өзінде жәмлеген милли үрп-әдетлеріміздің, халқымыздың бейбақа байлықтарының, мәдени мирасларының құқи тикары екенлігін һәм бас низамымыздың жәмиеттегі тұтқан орны хақында кеңінен түсініктер берілді. Ұшырасу дауымында іліш қатынасушылары тиісті тараухан егелерінен өздерінің қызықтырған сұрауларына жауаплар алды. Мемлекетімізде әрбір инсанның білім алу құқығына ие екенлігі Конституциямызда өз көрінісін тапқан. Әсіресе соңғы жылдарда мемлекетіміз басшысының бастамасымен барлық тараулардағы сияқты білімдендіру тарауында да көлемді реформалар әмелге асырылмақта. 1992 жыл 8 декабрьде қабыл етілген Конституцияның мазмұны һәм әхметін еш нәрсемен өлшеп болмайтұғын ұлма жетік болған тарихи хүйжет Конституциямыздың қабыл етілуіменен жаңа мемлекет һәм жәмиет құру жолы һәм имканиятлары ашылды. Сол күннен бастап елімізде еркін базар қатынастықтарына текарланған құқи демократиялық мемлекет һәм бұқаралық жәмиетін құруда, халқымыздың тұрмысын абат етуде һәм халықаралық майданда өзімізге мұнасып орын иелеуде Конституциямыз бекем тикар болып келмекте деп атап өтті Өзбекстан мемлекеттік көркемөнер һәм мәдениет институты Нөкіс филиалында өткен байрам салтанатында шығып сөйлеушілер. Әрбір халық өз келешегін һәм рауажлану жолын белгілегенінде оның өзінің ең басты низамы, яғни Конституциясында бекемдеп алады. Толық сеніммен айту мүмкін. Өзбекстан Республикасының Конституциясы халқымыздың сияси құқи санасының жемісі. Ол еркін һәм азат, тыныш һәм абадан тұрмыс кешіруде, базар қатынастықтарына текарланған құқи демократиялық мемлекет, күшлі бұқаралық жәмиет құруда бекем таяныш болып келмекте. Әлбетте бұны жастарға үгіт-насихатлау Конституциямыздың және де бекемленуіне тикар болады. Баслы низамымыз расасы, миллеті, тілі, діні, социалық келіп шығуына қарамастан еліміз бұқаралары теңлігінің кепілленуін көрсетіп берді. Һәм заманауи демократиялық рауажлану үшін шараят жаратты. Солай екен Конституциямызды хөрметпенен қадірлеуіміз, әртараплеме үйренуіміз, оған системалы түрде әмел етуіміз, Конституциямызда қалыптасқан ата-бабаларымыздың ұлы мирасын жастарымыз қалбіне сіңдіруіміз лазым. Самарқанд ветеринария медицинасы институты Нөкіс филиалында шөлкемлестірілген байрам іләжінде айрықша атап өтілгеніндей, Конституция жәмиетіміздің барлық қатламалары сияқты жастардың да құқылары менен еркінліктерін тәмінлеп, текарынан оларды социалық һәм рухи қолдап қуатлау, білімлі етіп тәрбиялау, саламатлығын қорғау, қауіпсіз һәм қолайлы минет шараятларын жаратуда бас низам қызметін атқарады. Текарғы низамымыздың 41-ші, 42-ші, 64-ші, 65-ші статьялары жастардың құқыларының конституциялық кепілдіктерін бекемлеп, оларға тиесілі нормативлік құқи құжеттерді тәртіпке салады. Білім алуға болған құқық Өзбекстан Республикасының 2020 жыл 23 сентябрьде қабыл етілген білімдендіру хақындағы низамында белгілеп қойылған. Конституция бақтымыз таяншы. Пайтақтымыздағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институты академиялық лицейінде бас низамымыз қабыл етілгенлігі мөнәсәбәтіменен өткерілген ұшырасу міне осылай аталды. Іләжда бірқатар тараудың қызметкерлері жастарға Конституциямыздың ахметі, оның жәмиетіміздегі айрықша орны хақында түсініктер беріп өтті. Хақиқатында да бас низамымыз еліміздің тынышлығы, халқымыздың абадан тұрмысының негізі болып келмекте. Елімізде әрбір бұқара білім алуы, еркін кәсіп таңлау құқығына ие. Ұшырасуда жастарға Конституциямызда белгіленіп қойылған ұсындай құқыларымыз хақында да мағлұматлар берілді. Әрбір бұқараның Конституция тикарындағы жәмиет һәм мемлекет алдындағы мәжбүриyaтларда айрықша тілге алынды. Іләж дауамында лицейде тарих пәнінен өткерілген білімлер белдесулерінде жеңімпаз болған жастарға хүрмет жарлықтары тапсырылды. Жастардың құқи сауатын арттыру мақсатында шөлкемлестірілген ұшырасуда оқушы жастар Конституция хақындағы иелеген білімдерін өзлері таярлап келген тақмақларда һәм сахналық көріністерде баян етіп берді. Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етілгенлігінің 29 жылдығы мөнәсәбәтіменен мемлекетіміз басшысы еркінен айыру жазасын өтеп атырған, қылмысынан шын кеуілден пұшайман болған һәм түзелу жолына өткен бір топар шақсыларды әпу ету хақындағы парманға қол қойды. Парманға муафық жазаны өтеу мекемелерінде өз жазасын өтеп атырған 182 шақс әпу етілді. Қоңырат районында жайласқан 27 санлы мәнзілі колониясынан да 7 шақс әпу етіліп, өз шаңырақларына қайтты.
Huquqiy demokratiyалық принциплерге тикарланған мемлекетімізде инсан қадірі һәм оның абырайы һәмме нәрседен үстін тұрады. Соның менен бірге һәр қандай жинаятқа жазада анық. Бүгін арамызда сондай инсанлар бар. Олар біліп білмей өмірде істеген қателіктері үшін темір тор артында өз жазасын өтемекте. Дұрыс, бұл жерде ойлану үшін, қатені түсіну үшін жетерліше де уақыт болады. Бүгін әне осындай қылмысларынан шын кеуілден пұшайман болған һәм түзелу жолына өткен инсанларға президентіміз тарапынан және бір имканият берілді. Қоңырат районында жайласқан 27 санлы Мәнзил колониясында өз жаза мүддеттерін өтеп батырған 7 шахс президент фарманы тикарында әпу етілді. Олардың 6-ы Хорезм уалаятынан, біреуі Төрткүл районы тұрғындары есептеледі. Әлбетте халқымызға тән болған кешірімділік һәм бауыркерлік сияқты қадіриятlar осындай күндерде айқын көзге таслануы баршамызға қуаныш бағышлайды. Себебі біз инсанбыз, һәммемізде қате қыламыз. Қателеспес бенде болмайды дейді. Бірақ өз қылмысын уақытында түсініп жету өмірдегі ең үлкен сабақ болады. Şu Norasmi dini təşkilatlarının ədası olub 2015-ci il 16 oktyabr günü şu cinayətin boyunca azadlıqdan mahrum qılınganman. Mana bu gün muhtaram prezidentimizin təşəbbüsü bilan azadlıq degan narsaga erishdik. Nasib qilsa, Xudo xolasa, shu oilamiz, bola chaqamiz bilan shu prezidentimizni, yurtboshimizni, davlatimiz rahbariyatini, muassasamiz rahbariyatini barchalarini ishonchini oqlab, shu oila bola chaqamiz bilan birgalikda ishonchini oqlab, shu O'zbekiston jamiyatimizni rivojlanishına yana o'zimiz hissiyatimizni qo'shib, oilamiz bilan tinchlikda yashashga so'z beramiz. Парман тикарында әпу етілгендерді өз жақынларының жанына қайту, социалдық өмірге масласып, пайдалы минетпенен шұғылланулары, саламат тұрмыс тәрізін жолға қойып, жәмиетте мұнасып орын табулары үшін оларға көмек беру бойынша жауапкер министрлік һәм мекемелерге тиесілі тапсырмалар да берілген. Prezidentimize rahmet deyimiz, yine bizlere şimdi işanç bildirip af bilen çıkarıyotgan ekan. Mana 9 yıl ömrüm mana şu pencere ortada o'tdi. Kamchilik xatolarimni tushunib yetdim, nima qilish kerak, nima qilmaslik kerak, hammasini tushunib yetdim. Farzandlarim tarbiyasi bilan shug'ullana olmadim. Endi bu yog'iga Xudo xolasa farzandlarim tarbiyasi bilan shug'ullanib, ota-onamning duosini olib, o'shalarning xizmatini qilib yuraman. Әлбетте, ұзақ жылдар давамында шаңырағынан алыста болу, олардың қуанышына шерік бола алмау, қиналғанында жанында тұра алмау қаншелі азап екенлігін бұл инсанлар жүдә жақсы біледі. Олар еркіндіктің ләззетін жақсы аңлайды. Көзлерде пұшайманлық көз жастары менен колонияны тәрк етер екен, әрбірі қалбіне енді жинаят көшесіне қайтып кірмеу, жәмиетке пайдасын тигізетін инсан болу сияқты мақсатлерді түйген болса тәжбе емес. Хақиқатында да, әпу ету бұл мемлекетіміз тарапынан алып барылып отырған гуманистік саясаттың әмелдегі тасдиғы есептеледі. Қарақалпақстанлы таеквондошылар үшін Өзбекстан Республикасы Конституциясы байрамы үлкен табыстар менен кіріп келді. Себебі осы жылдың 4-5 декабр күнлері Ташкент қаласында таеквондоның ITF түрі бойынша өткерілген Өзбекстан кубогы жарысында Қарақалпақстан сайланды командасы бірінші орынға мүнәсіп деп табылды. Жеңімпаз спортшыларымыз Нүкіс темір жол вокзалында салтанатлы түрде күтіп алынды. Жеті жүзден астам спортшыларды қамтып алған чемпионатта жерлестеріміз қарсыластарынан һәр тәреплеме үстін келіп, жарыстың 25 алтын медалын қолға кіргізді. Күтіп алу салтанатында бұл табыстар мақтаныш менен тілге алынар екен. Бұлардың барлығы елімізде спортқа қаратылған ітібар һәм қоллап қуатлаулардың арқасында деп атап өтті. Хақиқатында да жарысқа бір ғана екінші санлы балалар һәм жас өспірімдер спорт мектебінің өзінен 30-ға жақын таеквондошылар қатынасқан болса, соның 15-і алтын, 8-і күміс, 13-і бронза медалларын иеленуі тренерлардың тынымсыз миннеттерінің жемісі десек болады. Қарақалпақстан Республикасы сайланды командасынан 91 участник қатынасып, медаллар саны бойынша сыйлы бірінші орынды алуға ерішті. Бұнда медаллар саны бойынша Қарақалпақстан Республикасы 25 алтын, 19 күміс һәм 24 қола медаль кіргізуге ерішті. Әмде алдымыздағы 2022 жылы чемпионат Өзбекстан Қарақалпақстан Республикасы жақсы қатынасып, жақсы орындар алады деп ойлаймын. Әмде 2022 жылдың жаз айында Голландия мемлекетінде дәстүри таеквондо ITF бойынша жаһан чемпионатына Қарақалпақ балалары да жолданмалы деген үміттемін. Ташкентте өтіліп кетірген Өзбекстан кубогында сыйлы бірінші орынды тез жөнелісі бойынша алдым. Қарсыластарым Сырдария һәм ферғаналық спортшылар болды. Жарыста 800-ден астам спортшылар қатынасты. Һәм содан Қарақалпақстан сайланды командасы бірінші орынды алуға миясар болды.
Тренерім Генжирматов Алишерге осы жетістіктеріме еріскенім үшін көптеген рахмет айтамын. Келешекте бұндан да жоғары нәтижелерге ерісуді уәде беремін деп айта алсам болады. Жақында болып өтіп тұрған жаһан чемпионатында да Құда қаласа осындай бірінші орын алып келуге харекет етеміз. Мария Қазақбаева чемпионаттың ең кішкене қатынасушысы. Ол өз салмақ категориясында қарсыластарын жеңіп шығып, алтын медалға ие болды. Мен жарысқа бардым. Мен 3 жылдан бері тренировкаға қатынаймын. Жарыста бірінші орын алдық. Мен таярлаған Исақ Илхам Маңғытбаев. Мен жүдә қуанышлымын. Келешекте байрағымызды жоғарылауға көтеремін. Жаратылған шариат, қолы-қуатлау һәм беккем сенім бұл өз кезегінде жастарды осындай нәтижелерге ерісуіне тикар болды. Табыстарыңыз құтлы болсын, таеквондошы жастар. Сіздерге жеткермекші болған хабар һәм репортажларымыз міне осылардан ібарат еді. Және эфир арқылы көріскенше саламат болың. Қарақалпақстан хауа райын бақылау райының бізге берген мағлұматына қарағанда 9 декабрь күні республикамыз аймағында хауа алағат бұлтлы болып, жауын жауы күтілмейді. Айырым орындарда тұман түседі. Самалдың бағыты батыс тарапта секундына 7-12 метр тезлігінде еседі. Айырым орындарда самалдың тезлігі 15-20 метр секундқа шейін күшейеді. Үстірт тегістігінде хауаның температурасы түнгі уақытлары 5 градусқа шейін суық, күндіз 3-8 градус аралығында жылы болады. Мойнақ Қоңыратан Бозатау районларында түнде 3 градус суықтан 2 градус атырапында жылы. Күндізгі уақытлары 6-11 градус жылы болады. Қалкөл Шымынай Қожайы районларында түнде 3 градус суықтан 2 градус атырапында жылы. Күндіз 7-12 градус жылы болады. Тақиятас Кегелі Нүкс районларында хауаның температурасы түнде 3 градус суықтан 2 градус атырапында жылы, күндіз 7-12 градус жылы. Тақтакөпір Қараөзек Шымбай районларында түнде 3 градус суықтан 2 градус атырапында жылы, күндіз 6-11 градус жылы. Әмудәрия Бюрене Елік Қалайым Төрткүл районларында түнде 1 градус суықтан 4 градус атырапында жылы, күндізгі уақытлары 8-13 градус жылы болады. Нүкс қаласында хауаның температурасы түнде 1-3 градус суық, күндіз 11-13 градус жылы болуы күтілмекте.